Қазанның 7-сінде Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы бос қызмет орындарына байқау жариялайды. Бұл туралы палатаның басқарма мүшесі Рахым Ошақбаев хабарлады. Мекеме мүшелігіне үміткерлерге бірқатар қатаң талаптар қойылады. Басқарма мүшесінің айтуынша, айдың ортасына дейін мекеме қызметі құқықтық тұрғыдан реттеліп бітуі тиіс. Өткен айда палатаның 8 басқарма мүшесі анықталғаннан кейін регламенттеуші құжаттардың бірінші пакеті де әзірленді. Оған мекеменің жарғысы, ережелері, талаптары, аумақтық палата басшыларының тізімісінде 11 құжат кірді. Жоспар бойынша палатада 16 салалық комитет құрады. Қазір осы тұрғыда түрлі қауымдастықтардың белсенділігі байқалып отыр. Ал мүшелік жарна төлеу мәселесі әлі қарастырылуда. Оплачивать членские взносы будут только субъекты. Ұлттық палата туралы заңға сәйкес ең жоғары жарна көлемі үкімет қаулысымен бекітіледі. Бұл шешім келесі жылдың 1 қаңтарына дейін қабылдануы тиіс. Аталған қаражат 1 жылдың ішінде төленеді. Алайда жарнаны тек ірі және орташа кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар төлейді. Ал кішігірім бизнес иелері бұл төлемнен босатылады.